7 маусым ұлттық домбыра күні атаулы дата қарсаңында арнамыздың түсірілім тобы жергілікті күйші Серікбай Құсайыновпен жүздесті. Кездесуде 80-нің сеңгіріне шыққан ақсақал атадан балаға мирас болған музыкалық аспаптың қасиетін, мәні мен маңызын айтып берді. Төл туындысында орындап жүрек қылын тербетті. Тақырыпты әріптесім Мажан Қасымбек тарқатсын. Атасы Құрманғазы. Оның қос шектен төгілген қоңыр саздары жүректі елжіретпей қоймайтыны рас. Мұны өмірінің 60 жылын күйге арнаған Серікбай Құсайынов жақсы біледі. Желесіміз домбыра тартуды небәрі 9 жасында үйреніпті. Күй құдіретіне бас иетін жан талай уақыт өтсе де ұлттық аспапты қолынан еш тастаған емес. Қазақтың мұңын, шерін, қайғысын, қуанышын, толғанысын бәрін бейнелейтін қазақтың домбырасы. Домбыраның қасиеті күшті. Домбырамен мен егіз туған сияқтымын. Өмір бойы сол домбырамен серіктес болдым. Домбыраны тартып, үйреніп, қаншама шәкірттер тәрбиеледім. Қара шаңырақтың төрінен қасиетті домбыраның түр-түрін байқауға болады. Атамыз оның әрқайсысын қазынадай сақтайды. Әр аспаптың атауы мен өзіндік ерекшеліктері бар екен. Оркестрде орындалатын домбыраның түрлері көп. Мына менің қолымдағы прима домбыра деп аталынады. Мынау жеке әншілер мынандай шығыс қазақстандық домбыра деп айталынады. Шығыс қазақтық домбырамен әншілер ән айтады. Әліп домбырамен. Мынау күйшілер тенор домбырамен күй тартылады. Өнерлі жан бірнеше туындының авторы. Ол бейбітшілік атты мына күйін еліміз егемендігін аңсап жүрген жылдары жазыпты. Серікбай Құсайынов ұзақ жылдар бойы атадан балаға мирас болып қалған мәдени мұраны дәріптеп келеді. Кезінде өңірде ең алғаш күй мектебін ашып, талай домбырашы тәрбиелеген. Қазірде шәкірттерінің көбісі елге қызмет етеді. Серікбай Құсайынов 82 жасқа толады. Зайыбы екеуі 3 баладан немере шөберелер сүйіп отыр. Күйші ұлттық өнерді ұрпағына да үйретіп жүр. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.